Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Ең алдымен өзімді таныстырып өтейін. Мен Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің Астана политехник жоғарғы колледжінің өндірістік оқыту шебері Әділбек Саяхат Қайыржанұлы. Пәніміздің аты өндірістік оқыту. Дәрістің тақырыбы кабельдер өзекшесін үзілу, жалғану, қосарлану жағдайларына тексеру. Сабағымыздың мақсаты мыс өзекті кабельді түс ретімен орнықтыру, кабельдер өзекшесін үзілу, жалғану, қосарлану жағдайларына тексеру әдістерін игеру, өздігімен жұмыс жасай алатын жеке тұлға қалыптастыру. Техникалық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық. Дәрігерлік тексеруден өткен, қауіпсіз жұмыс әдістеріне оқытылған кәсіпорындардың, мекемелердің және байланыс ұйымдары мамандарының және жұмысшыларының оқу реті туралы және еңбек қорғау ережелеріне сәйкес емтихан тапсырған, электр қауіпсіздігінен хабардар, 18 жасқа толған адамдарға мыс талшықты байланыс желілерінде жұмыс жасауына рұқсат етіледі. Мыс талшықты байланыс желілерінде жұмыс 2 адамнан кем емес, құрамдағы бригадамен атқарылады. Жұмыс нарядқа және бұйрыққа сай жүргізіледі. Мыс өзекті кабель байланыс тасымалдау қызметін атқарады. Қазақстан Республикасының байланыс министрлігімен бекітілген түс реті бар. Түс реті мыс сымда және талшықты сымда болады. Бізге түс реті жұмысты жылдам әрі сапалы орындау үшін қажет. Ескерту: байланысшылар мыс өзекті кабельмен жұмыс жасағанда әрқашан нөлден бастап санайды. Яғни, түс ретіне келетін болсақ, 0-ші жұп бізде ақ-көк, 1-ші жұп ақ-сары, 2-ші жұп ақ-жасыл, 3-ші жұп ақ-қоңыр, 4-ші жұп ақ-сұр, 5 қызыл-көк, 6 қызыл-сары, 7 қызыл-жасыл, 8 қызыл-қоңыр, 9-ші жұбымыз қызыл-сұр. Бізге бұл жерде байланыс желісі автоматты телефон станциясынан абонентке дейінгі аралық шартты белгілермен көрсетілген. Бірінші АТС, яғни автоматты телефон станциясы. Одан кейін магистральдық кабель және тармақтағыш шкаф. Кейінгі тармақтағыш кабель, тармақтағыш қорап, абоненттік сымдар, кабель жәшігі және телефон аппараты көрсетілген. Автоматты телефон станциясы мен тармақтағыш шкаф аралығы магистральдық линия. Тармақтағыш шкафтан тармақтағыш қорап пен кабель жәшігіне дейінгі аралық тармақтағыш линия деп аталады. Тармақтағыш қораптан абонентке дейінгі аралық абоненттік линия. Жалпы айта кетсек, телефон аппараты ол абонентті нұсқайды. Яғни, абонент ол интернет, телевидение, телефон желісін тұтынушы. Үзілу, жалғану, қосарлану жағдайларына тексерудің жалпы 3 әдісі бар. Бірінші монтер тұтқасы арқылы, екінші мультиметр арқылы, үшінші шам арқылы. Белдік оқшаулағыш және экран. Телефон кабельдерінің талшықтарын оқшаулау үшін арнайы қалыңдығы 0,5 мм телефон қағазы, полиэтилен және полистирол пайдаланылады. Олардың жақсы оқшаулағыш қасиеттерімен бірге жоғарғы жиіліктегі кабель талшықтарында қолданады. Қалалық телефон кабельдері оқшаулағыштардың түріне қарай қағазды аулалы және пластмассалы болады. Қағазды аулалы оқшаулағыш 2 түрлі келеді: қағаз құбыр және қағаз массалы. Бірінші түрлі оқшаулағыш өткізгіштің үстіне қағаз таспаларды спираль түрінде орағанда, қағаз құбыр мен өткізгіштің арасындағы құрғақ ауа жақсы диэлектрик болады. Оқшаулағыштың екінші түрі өткізгіштің үстіне бір тұтас жапсырылған қағаз массасы. Яғни, полиэтилен оқшаулағышы бір тұтас және ұсақ саңылаулы болады. Қағазды аулалумен салыстырғанда біраз артықшылығы бар. Жақсы жұмсақтығы, дымқылды аз өткізу және төзімділігі. Қазіргі уақытта өндірісте кабельдерді гидрофобтық толтырғышпен шығарады. Пластмасса қабатты кабельдің өзегіне су кірмес үшін мұндай кабельдерді талшықтардың ортасы пасты тәрі МЗК массасымен толтырылады. Бұзылғаны табылған талшықтарды екінші рет қайталап тексереді, сонан соң шоқтап бөліп байлап қояды. Барлық бұзылған талшықтардың тізімін жасап, олардың жұптарының нөмірлерін жазып қояды. Екі
кабельін тазалау және үзікке тексеру жұмысы. Бізге керекті құрал-саймандар: трешотка кілті және верч FK28 арнайы кабель кесуге арналған пышақ, бүйірлі тістеуік 140 мм, аккумулятор батарея, крона 9 вольттық және телефон тұтқасы. Біз енді тазалауды бастаймыз. FK28 арнайы пышағымен 30 см кабельді алып, бойлап кесеміз және көлденеміз. Осы операцияны екінші рет қайталаймыз. Осылай кесіп алып, бүйірлі тістеуіштің көмегімен артық қорғаныш полиэтилен қабатын кесіп алып тастаймыз. Және полиэтилен лентасын және жерлендіріп сымын бөлек алып қоямыз. Полиэтилен лентасын кесіп алып тастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай жіптер бізде құрғақ. Ол бізде кабельдің қорғанышы жақсы екенін және кабельдің құрғақ екендігін білдіреді. Полиэтилен лентасын кесіп алып тастаймыз. Жұптарды, өзекшелерді түстерімен қойып аламыз. Бізде өзекшелер көріп тұрғандарыңыздай түрлі түсті. Оларды айналдырып, жоғалтып алмау үшін айналдырып қоямыз. Бізде байланысшылар мыс өзекті кабельмен жұмыс істегенде әрдайым нөлден бастап санайды. Яғни нөлінші жұп бізде ақ көк, бірінші жұп ақ сарғыш, екінші жұп ақ жасыл, үшінші жұп ақ қоңыр, төртінші жұп ақ сұр. Солай кете береді: қызыл көк, қызыл сарғыш, қызыл жасыл, қызыл қоңыр, қызыл сұр. Біз бұлардың ұштарын, яғни өзекшелердің ұштарын 3 см етіп кесіп аламыз. Құрал-саймандармен жұмыс істеген кезде әрдайым техника қауіпсіздігін сақтаған жөн. Кез келген бір жерімізді жарақаттап алуымыз мүмкін. Яғни бұл жағы бізде дайын. Осы ұштарын тазалаған барлық өзекшелерді өзара қосып, жерлендіру сымымен қоса тұйықтап, түйіндеп қоямыз. Бұл бізге кабельдің үзілген, үзілмегендігін дәлелдеу үшін, яғни тексеру үшін. Бұл жағы дайын. Келесі, екінші. Дәл осы операцияны осылай қайталап, полиэтилен қабатын тазалаймыз. Бойлап кесіп, содан соң көлденең кесіп аламыз. Екінші рет қайталап кесеміз. Бүйірлі тістеуіштің көмегімен басынан аздап кесеміз. Жерлендіру сымын бізге бөгет жасамас үшін міндетті түрде бөлектеп қоямыз. Және полиэтилен лентасын кесіп алып тастаймыз. Бұл бізге қажеті жоқ. Жіптің құрғақ екенін көріп тұрмыз. Бұл полиэтиленнің жақсы қызмет атқарғанын, су өткізбегендігін дәлелдейді. Бұл жақтары түс ректерін міндетті түрде орап қоямыз. Жоғалтпауымыз үшін.
Ендігі кезекте бұларды шамамен 3 см етіп басын ұштардың өзекшелерін тазалаймыз. Мыс өзекті кабель ол бізде байланыс тасымалдау қызметін атқарады. Тазалап болсақ, аккумулятор батарея аламыз. Бірінші комиссарының сәтті тазалап болсақ, және аккумулятор батарея аламыз. Крон маркалы 9 вольт минус бізде, яғни аккумулятордың минус жағын жерлендіру сымына қосамыз. Бұл бізде үзікке тексеру. Қостық. Енді біз телефон тұтқасын кез келген бір қысқышын аккумулятор батареяның плюсына қосамыз. Енді екінші қысқышты біз кез келген өзекшеге тигізетін болсақ, телефон тұтқасына міндетті түрде тықыр естілу керек. Көріп тұрғанымыздай байланыс бар. Енді нақтылайтын болсақ, біз бұл жерде өзіміз бір ақыл ойлап табайық. Мысалы, кез келген қолымызға бірінші түскен суретін алайық та, кез келген, мысалы, ақ қоны көріп тұрсыздар, кесіп тастадым. Оны бөліп қоямыз. Енді мұна жақ басынан ақ қоңыр түсін тауып алып, үзікке тексереміз. Ақау бар болғанын анықтаймыз. Егер ақау бар болса, телефонда тықыр ешқандай дыбыс шықпайды. Көріп тұрсыздар, дыбыс жоқ. Кез келген басқа өзекшені тексеретін болсақ, тықыр бар. Нақтылай келе, бұл біздің үзікке тексеру операциямыз орындалды. Сабағымызды мына сұрақтарды қою арқылы қорытындылайық. Мыс өзекті кабельдің қызметі қандай? Мыс өзекті кабельді түс суретімен атаңыз. Үзілу, жалғану, қосарлану жағдайларını тексерудің неше әдісі бар? Кабель өлшемдерін атаңыз.